Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Казмет. Бүгінгі тақырып бізде тығыз талшықты дәнекер тіні. Және де ерекше қасиеті бар дәнекер тіндер біз бастайық. Тығыз талшықты дәнекер тіндеріне келетін болсақ, олардың ерекшелігі жасушалары аз болады, талшықтары көп болады, және де аморфты заты аз да болып келеді. Тығыз талшықты дәнекер тіні атының өзінде тығыз екені белгілі болып тұр. Яғни талшықтары көп болады, ал аморфты заты аз да болып келеді. Локализациясына немесе орналасқан жеріне бұлар терінің торлы қабатында, сүйек қабығында, шеміршек қабығында болады. Тығыз талшықты дәнекер тіндерін біз екі түріне ажыратамыз: пішінделген немесе пішінделмеген. Тығыз талшықты пішінделген түріне келетін болсақ, міне қолдарыңызда суреті берілген. Олар көріп тұрғаныңыздай талшықтары ретсіз, әртүрлі бағытта орналасады. Түсінікті болу үшін алдыларыңызға бөлмені елестетіңіздер. Бөлменің ішінде заттардың барлығы шашылып жатыр. Әртүрлі бағытта, бәрі ретсіз. Сондай жағдай тығыз талшықты пішінделмеген дәнекер тінінде болады. Одан кейін талшықтардың көбіне жаңағы коллагенді болып келеді. Коллаген талшықтары өзара қалың байламдармен біріктірілген. Сол себепті олар тығыз болып келеді. Коллагенді талшықтардың көптілігінен бұларды жасуша ішілік аксофилия айқын байқалады. Аксофилия деп отырғанымыз ол қышқылдық бояумен бояу үдерісі. Оларға біз оранж G, эритроцин, бикрин қышқылы, эозинді жатқызамыз. Одан кейін тығыз талшықты пішінделмеген дәнекер тініне келетін болсақ, пішінделген кешіріңіздер, жасушалары аз болып келеді, талшықтары көп және ретті, жинақы болады. Пішінделмеген ретсіз болса, пішінделген ретті, жинақы. Локализациясы сіңірлерде, байламдарда, фиброза мембраналарда болады. Фиброза мембрана деп отырған сол буынның көмекші элементі көз мөлдір қабығында болады. Одан кейін сіңірлерге келетін болсақ, сіңірлер көлденең жолақты бұлшық еттерді сүйектерге бекітетін ұзынша цилиндр немесе жалпақша пішінді созылмайтын талшықты тартпалар. Олар сіңірлік жасушалар немесе тендиоциттерден тұрады. Бойлық кесінділерде бұл жасушалардың пішіні параллелограммды, ромб немесе трапеция тәріздес болып келеді. Ал көлденең кесінділерде жұлдызша пішінді. Және де айта кететін жағдай, сіңірлерде бізде бірінші, екінші реттік будалар, тіпті төртінші реттік будаларға дейін болады. Бірақ та мен қазір екі реттік будаларын айтайын. Олар бірінші реттік будалар, яғни олар эндотенонимен қоршалған. Эндотеноний ол нәзік дәнекер тінді қабат. Эндотенонийда қан мен лимфа тамырлары, нерв тармақтары өтеді. Олар сіңірдің тартылу күйі туралы сигнал береді. Осы нерв тармақтары. Одан кейін біз екінші ретті будалар туралы айтсақ, олар перитонониймен қоршалған. Перитононий қалыңдау дәнекер тінді қабат. Эндотеноний нәзік, перитононий қалыңдау. Тура эндотеноний сияқты қан, лимфа тамырлары өтеді, нервтер өтеді. Турасындай механизм. Енді байламдарға келетін болсақ, байламдар бізге анатомия сабағынан таныс. Бағана айттым, мен коллаген талшықтары бір-бірімен байламдар арқылы байланысқан. Енді осы байламдар сүйектерді бір-бірімен байланыстыратын сіңірлерге ұқсас құралған анатомиялық құрылымдар. Бірақ байламдарда коллагенді талшықтардың кеңістікті орналасуы ретсіздеу болып келеді. Кейбір байламдардың құрамында эластикалық талшықтардың будалары көп болады. Бағана мен айттым қайттан, бұлар көбінесе бұлардың талшықтары коллагенді талшықтар. Бірақ та кейбір байламдарда коллагенді талшықтарға қарағанда эластикалық талшықтары көп кездеседі. Мысалы айтсақ, ол желке байламдарында, дау және омыртқаның сары байламдарында. Енді біз тығыз талшықты дәнекер тінін бітірдік. Енді ерекше қасиеті бар дәнекер тіндерді қозғайық.
Олар үш түрге бөлінеді: ретикулярлы тін, май тіні, шырышты тіні. Ретикулярлы тін алдарыңызда міне сурет тұр. Ретикулярлы тін қан түзуші мүшелерді құрайтын қан түзуші миелоидты және лимфоидты тіндердің құрамдасы болып келеді. Ретикулярлы, жаңағы сүйектің қан түзуші мүшелерді деді қой, ретикулярлы тіннің құрамдасы. Вот именно қан түзуші мүшелерге біз нені жатқызамыз? Сүйектің қызыл кемігін, лимфа түйіндерін, бадамшаларды. Функциялар, яғни қызметтері бесеу, 5 нақты функциялары бар. Біріншісі ол тіректік, екіншісі трофикалық деп отырғанымыз зат алмасу және метаболизм, үшіншісі микроортаны құру, төртіншісі фагоцитарлық. Вот енді фагоцитарлық қызметіне тоқтасам, ол қандай қызмет, иә? Олар қан түзуші тіндерді микроорганизмдердің даму кезінде бұзылған немесе өлген жасушалардан тазартады екен. Одан кейін бесінші қызметі барьерлік. Алдағы жаңағы слайдтарда мен сіздерге именно осы барьерлік қызметті түсіндіріп беремін, түсінікті ретінде. Одан кейін құрамы ретикулярды тін неден тұрады? Ретикулярды тінде бізде екі заттан тұрады, то есть екі зат, ірі заттан тұрады. Біріншісі ол ретикулярлы жасушалар, немесе оларды ретикуляциттер деп атаймыз. Одан кейін екіншісі ретикулярлы немесе аргирофильді талшықтар. Енді ретикулярлы тіндерге, жасушаларға келетін болсақ, бұлар фибробласттарға ұқсас болып келеді, ірілеу болады, пішіндері өсінді тәрізді болады. Мына жақта тарап деп жазылған, бірақ та өсінді тәрізді болып келеді, яғни атросчаты. Одан кейін оның ортасында пішіні дөңгелек ядросы бар. Өсінділермен тиіседі бір-бірімен бұлай, и талшықтармен байланысады. Ретикулярлы талшықтар туралы айтсақ, олар үшінші типті коллаген талшықтарынан тұрады. Олардың ерекшелігі күкірттің көп мөлшері және де аргирофильділігі. Аргирофильділігі дегеніміз не? Олар күміс қосындыларына ұқсас. Туыз. Аргентум, яғни күміс қосындарына ұқсас болып келеді. Олар ретикулярлы талшықтар анастомоз құруда белсенді. Анастомоз деп отырғанымыз ол байламдар ісімейді. Өткен сабақта борпылдақ талшықты дәнекер тіндері туралы айтқанда, біз айттық, борпылдақ талшықты дәнекер тіндері зақымдалғанда немесе жойылып бара жатқанда олар ісінеді. Опухать етеді, прям набухать етеді. Ретикулярлы талшықтар бұлар ісінмейді. Одан кейін бұл талшықтар қарапайым коллагенді талшықтарға қарағанда жұқарақ болып келеді. Май тіні. Екінші түрі май тіні. Май тіні көптеген мүшелерде кездесетін май жасушаларының жиынтығы. Май жасушалар деп отырғанымыз ол адипоциттер. Оны да өткен сабақта біз айттық. Май тінінің функциялары екі функциясы бар. Ол арнайы функциясы және жеке функциялары. Енді арнайы функцияларға бізде липидтерді жинақтау, липидтердің алмасуын қамтамасыз ету. Жеке функцияларына ол бірінші энергетикалық, екінші тіректік, қорғаныш, үшінші жылулық оқшаулау, төртінші жылу өндіру, бесінші миелоидты қан түзу процестерін реттеу, алтыншы майда еритін витаминдердің қорын жинау. Майда еритін витаминдерді еске түсірсек, ол витамин А, Д, Е, К. Одан кейін жетінші эндокриндік функциясы. Эндокриндік функциясы ол экстраген, аналық гормондар деңгейін және аппетитті, яғни тәбетті реттейтін лептин гормонын синтездеу болып келеді. Қалғандары түсінікті деп ойлаймын. Осы эндокриндік пен майда еритін витаминдерді айтып кеттік. Одан кейін май тінінің классификациясына келетін болсақ, май тіндері бізге екіге бөлінеді: ақ май тіні, қоңыр май тіні. Алдыларыңызда тұрғанда бірінші ретте ақ май тіні, екінші ретте ретикулярлы
қоңыр май тіні. Енді ақ май тіні мен қоңыр май тінін осындай салыстырмалы схема түрінде айтып кетейін. Ақ май тіні ол бізде ересек адамдарда болады. Яғни терінің астында, май безінде, мүшелердің май жинақталатын жерінде, диафизді трубкалы сүйектерде, яғни жолты костный мозгта болады. Ядролары перифериялық бөлікке ығыстырылған. Жасуша ішінде үлкен май тамшысы болады. Жаңағы ядролары перифериялық десек, қарапайым сөзбен айтқанда, ядролары шетке қарай ығыстырылған. Жасуша ішінде үлкен май тамшысы болады. Мысалы, мына слайдтың өзін алатын болсақ, міне, үлкен тамшы дейікші, міне. Мына жағында шетінде бізде ядросы болады, и ортасын барлығын бізде май тамшысы алады. И мына жақта кішкене митохондриялар болады. Жаңағы май тамшысы болады, митохондриялар аз болады. Олардың функциясына келетін болсақ, үш негізгі функциясы бар. Олар депонирование, яғни майды қорға жинайды. Екіншісі жылулық оқшаулау, үшіншісі механикалық қорғаныш. Одан кейін қазір соңында айтамын екеуінің айырмашылықтарын. Енді қоңыр май тініне келетін болсақ, олар жаңа туылған нәрестелерде кездеседі. Жаңа туылған нәрестелердің жауырын жағында, және де кеуде қуысының артында. Одан кейін ересек адамдарда да бұл май кездеседі, яғни бұлар бүйрек қақпаларында және өкпе түбірінде болады. Ядролары жасуша орталығында орналасқан, жасушада көп ұсақ майда тамшылары болады. Цитоплазмасында митохондриялары көп болады. Осы жерде маңызды жаттап алатын кез бар, митохондриялары көп болады. Сол митохондриялары осы қоңыр май тініне пигмент береді, қоңыр түс береді. Ақ май тінінде митохондриялары аз болады, сол себепті ол ақ болады. Ал қоңыр май тінінде митохондриялары көп болады, сол себепті ол қоңыр болады. Оның функциясы біреу, ол жылу өндіреді. Енді, мына жақта бір ерекше айта кететін жағдай, ақ май тінінде жаңағы май жұмсалады, бірақ та өзінің тұрған жерінде жұмсалмайды, ол басқа жерге барып жұмсалады. Мысалы, қолдың майы, ол қолда, жоқ, мен қолдың майын именно оны айтып тұрған жоқ, мен жай айтып тұрмын. Мысалы, қолда май болса, бізде қолдан майы сол жақта жұмсалмауы мүмкін, ол басқа жерде барып жұмсалуы мүмкін. Енді қоңыр май тінінде май қай жерде тұр, сол жерде жұмсалады. Қолда тұр ма, қолда жұмсалады. Аяқта тұр ма, аяқта жұмсалады. Бұл түсінікті. Енді шырышты тінге келетін болсақ, бұлар нәрестенің жатыр ішіне дамуы кезінде олар көптеген ішкі ағзаларында, әсіресе тері астында көп болады. Мысалы ретінде кіндік бауды толтыратын вартон сілікпесін алуға болады. Ол ұрықтан тыс бұл ағзаға өтетін қан тамырларды қысылудан сақтайды. Кіндік баудың серпімділігін қамтамасыз етеді. Яғни кіндік баудың тамырлары, кіндік бауда көп тамыр өтеді ғой, сол тамырларды қысылудан сақтайды осы шырышты тін. Кіндік баудың серпімділігіне қатысады. Одан кейін шырышты тін бізде мукоцит жасушаларынан гомогенді жасуша аралық заттардан тұрады. Гомогенді деп отырғанымыз ол біртекті. Және де нашар боялған цитоплазмасында бізде гликоген көп болып келеді. Одан кейін шырышты тіннің негізгі аморфты затында гиалурон қышқылының көп болғанынан ол гидрофилді, яғни суды жақсы тартады. Сол себепті ол шырышты тін болып келеді. Көргендеріңіз үшін рахмет. Осындай қысқаша түрде, осындай қысқаша слайд форматында түсіндірген оңай, себебі кітаптың көп бетін оқығанша осылай слайд арқылы түсініп алған едәуір тиімдірек деп ойлаймыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Лайк басып, комментарий жазып, подписки жасап жіберіңіздер.
сау болыңыздар.